Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Тұрамыз. Көңіл-күйлер қалай? Жақсы бала. Бүгін қазақ тілі пәнінен ашық сабағымыз өтеді. Дайынбыз ба? Жақсы бала. Сабағымызды бастамас бұрын сендерге бір сұрақ қойғым келеді. Бүгін сәуірдің 29-ы, е? Алда қандай мереке келе жатыр? Бірінші мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Жақсы бала. Не үшін бұл күн бірлік күні деп аталған? Қазақтар басқа ерінді болған соң олар бірлік болуды ойлап жатқан. Жақсы. Әр ұлт өкілдері бір-бірімен ауызбіршілікте, ұйымшылдықта болсын деген ниетпен бірінші мамыр бірлік күні болып сайланған екен. Жақсы балалар, енді осы әртүрлі ұлт өкілдерінің амандасуын бірге амандасайық, иә балалар? Орнымыздан тұрамыз. Қазір мен әртүрлі ұлт өкілдерін бірінші айтамын. Мен қасыма бір оқушы келе қойсын. Қол алысады. Италияда құшақтасады. Көршілерімізбен құшақтасамыз. Бразилияда бір-бірінің иығын қағады. Зимбабведа арқасымен амандасады. Арқамызбен. Македонияда шынтақпен амандасады. Никарагуада иықпен тіреседі. Ал Австралияда шапалақ ұрады. Немесе секіреді. Немесе бөксерін түйістіреді. Жақсы балалар, отырамыз, жарайсыңдар. Бүгін біз 3 топқа бөлінеміз. 3 топқа бөлінбес бұрын бірінші әртүрлі түстерге бөлінейік. Қазір менің қолымда түрлі түсті шарлар бар. Осы шарлардың түстерін таңдаймыз. Бірінші қатар келе ғой. Келесі үшінші қатар. Жақсы балалар, орнымызға отырамыз. Жақсы балалар, енді кімнің қолына қандай түскенін білеміз ғой, иә? Қызыл түсті таңдағандар бірінші қатарға келеміз. Жасыл түсті таңдағандар екінші қатарға келеміз. Ал сары түсті таңдағандар үшінші қатарға келеміз. Кітаппенен. Шеңберлерді саламыз. Оқтарды сала қоямыз. Қастарына барамыз. Бір-бірін жалғай қойма, жақтан жалғай қой. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, бүгінгі сабағымыздың реттілігін таныстырайын. Бірінші топқа бөлініп, екінші үй тапсырмасы, одан кейін жаңа тақырып біліммен жұмыс жасаймыз, одан кейін оқулықпен жұмыс жасаймыз, одан кейін сергіту сәті, топтық жұмыс және кері байланыс. Үй жұмысына дайынбыз ба? Үй жұмысына қандай тапсырма берілді? Жақсы, бірінші қатар ортаға шығамыз. Мына партаны шеңбер болып айналып тұрамыз. Қазір әуен ойнайды, сағаттың тілімен айналамыз. Әуен тоқтаған кезде мына сызықтың басы кімге түседі, сол оқушы үй тапсырмасын айтады. Түсінікті ма? Жақсы, сағаттың тілімен айналамыз. Дайынбыз ба? Кеттік.
не? Заттың санын білдіретін сөз таптары деп атайды. Сан есімнің сұрақтары қандай? Көмектесеміз ба? Сан есімнің қанша, нешінші, неше деген сұрақтарға жауап береміз. Жақсы отырамыз. Әр тапсырманы орындаған оқушыны осындай жүректермен бағалайтын боламыз. Жақсы, келесі екінші тақырып. Жақсы. Еркебұлан. Жақсы. Еркебұлан, етістік дегеніміз не? Заттың қимылын білесің тұстауын, етістікті атайды, Етістік дегеніміз заттың қозғалысын білдіретін сөз табын етістік деп атаймыз. Етістіктің сұрақтары қандай? не істеді, яғни қолда қайды деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы, жарайсыңдар, отырамын. Сын есім дегеніміз не? Заттың шынын қандай екенін білдіретін зат сөз табын сын есім деп атайды. Сұрақтары қандай? Қандай, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Қапылақта отырамыз, балалар. Жаңа тақырыбымызды білетін уақыт келді. Оқушы қалай отырады? Экранға назар аударамыз. Қазір мен сендерге жұмбақ қоямын. Сол жұмбақтың шешімін бірге табамыз. Оқисың сен күнде мені, білімге апарар жол мені. Ішінде бар сөз, сөйлем, ой саламын әрбір мектеп. Оқисың сен күнде мені, білімге апарар жол мені. Ішінде бар сөз, сөйлем, ой саламын әрбір мәтін. Келесі екінші жұмбақ. Сөздерден мен құралдым, ойды анық жеткізем. Соңында не тұрады? Нүкте, сұрақ, белгімен. Дұрыс жауабы сөйлем. Кітабымыздың 94-ші бетін ашамыз. Ашқан? Тақырып қандай? Мәтін және сөйлем. Яғни жаңағы жұмбағымыздың жауабына сәйкес па? Жақсы балалар. Бүгінгі күннің жатын жазамыз. Қолымызды қоямыз. Мәтін және сөйлем. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбын өздігінен анықтайды және негізгі ойды табуға тырысады, тірек сөздерді пайдаланып қысқаша әңгіме құрастырады. Жақсы балалар, жаңа сабақты меңгеруге дайынсыз ба? Жақсы, экранға назар аударыңыз, тірек.
Дағы ертең демалыс 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Иә, мен мерекелер тақырыбында мәтін жаздым. Мәтін дегеніміз не? Мәтін дегеніміз мағыналық жағына өзара байланысты сөйлемдер тобы. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Негізгі бөлікте мәтіннің негізгі ойы, автордың басты пікірі қамтылады. Мәтінді соңғы бөлім аяқтайды. Мынадай жоспар қылдым. Бірінші мерекеге дайындық, екінші халықтық мерекелер, үшінші кәсіптік мерекелер. Дана жоспар дегеніміз не? Жоспар белгілі бір жұмыстың алдын ала жасалған жобасы. Дұрыс, енді жазған мәтінді оқып бересің бе? Әрине, бәріміз де мерекені жақсы көреміз. Оған дайындаламыз. Әр мерекенің өзіндік ерекшелігі бар. Халықтық мерекелер 21 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және тағы да басқалары. Мәтін дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем не деу ма? Сөйлем. Ал мәтін дегеніміз? Иә. Бірнеше. Сөйлемнің не істелуі? Иә, жинақтауы, құрауы. Біз мәтін құрмас бұрын бірінші не жасақтап аламыз? Жоспар. Дұрыс айтасыз. Жоспар. Бірінші алдын ала жоспар дайындаламыз. Жалаң сөйлем дегеніміз білеміз, бастауыш пен баяндауыштың құралған сөйлемді жалаң сөйлем деп атаймыз. Мысалы, аспан бұлттанды. Бұл жерде бастауыш? Аспан. Аспан. Не істеді? Бұлттанды. Жақсы, ендерден тұрлаусы мүшелері бар сөйлемді жайылма сөйлем деп атаймыз. Мысалы, бүгін Арманның көңіл-күйі жоқ. Бұл жерде жайылма сөйлем қайсысы? Арманның көңіл-күйі жоқ. Жақсы бала. Бастауыш пен баяндаушыдан құралған сөйлем қалай аталады? Жайылма. Дұрыс. Жақсы. Мадақта отырамыз. Сөйлем түрін анықта дейді. Наурыз мейрамын бірнеше күн тойлаған. Жайылма. Жақсы. Бұл наурыз мейрам бірнеше күн тойлаған тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелер бар. Тұрлаусыз мүшелері бар жайылма сөйлем екен. Жақсы, келесі. Жарайсыңдар. Келесі. Мәтінді оқы дейді. Фамилиясы оқыш. Ерекшелері бар. Халықтық мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан, тәуелсіздік күні. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және тағы да басқа. Мерекелер туралы айтыңыз. Соңында жақсы бала. Енді келесі біз кітаппен оқулықпен жұмыс жасаймыз. Кітабымызды ашамыз. 94-ші бет. Бірінші жаттығуды қараймыз. Шартын. Мәтінді түсініп оқы. Екінші бастайды. Қалғандарымыз сұқ саусағымызды қойып қараймыз. Бәрімізден мерекені жақсы көреміз. Оған
мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан, тәуелсіздік күні мерекелер бар. Еркебұлан жалғастыр. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлық беріледі. Жақсы, біз бұл мәтінге не қоюымыз керек? Не қоюымыз керек? Атын дейміз ба? Жақсылығын қоямыз. Бұл мәтін жақсылығын келеді. Халықтық мерекелер. Жақсы. Енді осы мәтіннің қай түрлері? Жалпы бала мәтіннің неше түрі бар? Қандай? Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Бұл оқыған мәтін. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Әңгімелеуге де жатады және пайымдауға да жатады. Жақсы балалар. Енді келесі бізде екінші жаттығу бар. Көп нүктенің орнына оқимыз. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жасақтарыңызшы. Кім жауап тақтаға? Кел алып келді. Дәптерімізге жазамыз. Тез жазамыз балалар. Бірінші, көп нүктенің орнына қандай сөз қойылды? Мен деген сөз қойылды. Жазған кезде қалай жазамыз? Так, жақсы балалар, қазір бір сөзді аламыз. 5 деген санды көрсеткен қол шапалақтаймыз, ал 2 деген санды көрсек аяқтаймыз. Түсінікті ғой, жақсы. Дайынсыз ба? Бірге жасаймыз, бәріміз қарап тұрамыз. Жарай ма? Зейін қойып қарауымыз керек екен. Жақсы балалар, келесі бізде топтық тапсырма. Енді балалар, мен 3 топқа 3 түрлі тапсырма беремін, соны орындаймыз. Так, бірінші топта 3 түрлі тапсырманың біреуін таңдап.
Алға түгел алда өзіңнің тобыңа бар. Екінші топ. Жақсы. Үшінші топқа сиқырлы қорап. Жақсы балалар. Енді мен әр топқа берген тапсырмаларды сіздер өтейін. Қандай сөздер берілді? Сөздер берілді ғой, иә? Осы сөздерден сөйлем құрайсың. Түсінікті ғой, иә? Так, бірнеше жұмыс жасаймыз. Топ болғаннан кейін қазір А4 қағазды беремін. Жақсы. Екінші қатар сіздер мына жоспар бойынша мына сөйлемге қарай отырып ертегі құрастырасыздар. Түсінікті ғой, иә? Жазсаңыздар да болады, жазбасаңдар да болады, ауызша айтсаңдар да болады. Бірақ бірінші жұмыс жасаймыз. Келесі цифрлы қапшықтың ішінде қағаздар бар. Бір қағаздан сөйлем тобына сандар арқылы карточка беріп ұлтпа Менің әйелім бауырсақ пісірді. Біз ақтауға жолға шықтық. жақсы. Келесі. Бүгін біз әйелім екеуміз жолға шықтық. Менің әжем жусан етті. Ана базардан жеміс әкелді. Бәріміз жер планетасында тұрамыз. Тағы басқа. Әжем шуа етті. Сенікі? Жер қатты соқты деп келесі. Сенікі? Жалау. Біздің мектепте жалау. Біз ағылханаға барып қызметте жалау. Мектептің төбесінде жалау бар. Немесе жалаудың түсі. Екінші топ келе ғой. Қандай тапсырма берілді? Біз жоспар бойынша ертегі құрдық. Жоспарды оқи ғой. Балалар кітапханаға келді. Кітаптар балаларда түрлі әлемдер, ертегілер әлеміне апарып тапсырмалар береді. Балалар тапсырмаларды орындап кітаптарды орнына қайтарып сиқырды тоқтатады. Көрсетемін, суретіңізді көрсет. Жақсы. Енді осы жоспар бойынша ертегі құрастырдыңдар ма? Жақсы оқиды. Балалар үлкен кітапханаға келді. Баймұрат кітапханадан кітап алды. Кітап балаларды сиқырлы әлемге алып кетті. Оның ішінде тапсырмалар орындады. Балалар сол жақта тапсырмалар орындады. Жақсы. Қандай ой қосасыңдар балалар? Кітаптар балаларды түрлі ертегілер әлеміне апарып тапсырмалар береді міне. Бұл қандай ертегі түріне жатады? Қиял ғажайып. Не үшін? Кітапханалар ұшырды. Бұл ертегіде кітаптар, сосын? Кітаптар Ал негізінде кітаптар ұша ма? жоқ. Бұны қиял ғажайып ертегіне жатқызыңдар, иә? Жақсы, жарайсыңдар, отырамыз. Сөздер берілді, иә? Сол сөздерден не құрауымыз керек? Сөйлем құрауымыз керек. Жақсы, қазір экраннан мен бір санды айтамын. Сол оқушы өзінің сөйлеген құраған сөйлемін оқиды. Жарай ма? 2. Оқиды. Біз көлікпен саяхатқа шықтық. Біз үлкен ағаштарды көрдік. Біз машинамен табиғатқа шықтық. Ағаштардан өткен соң хош иісті гүлдерді көрдім. Жақсы. Екінші маған ақшалар доллар сатып алды. Мен жеміс
жасап, ақша таптым. Ол маған алды. Қандай сөздер түсті саған? Дүкенші, сатушы, ақша талап. Жақсы. Келесі, үш. Апаймен оқи ғой. Апаймен екеуіне үш түсті ма? Жақсы. Бірінші айнагүл бастасын. Қандай сөздер түсті? Бірінші сөздерін оқи ғой. Бүгін күн ашты. Бүгін аспан ашық. Бүгін аспан жауықты. Бүгін отбасымен әлемге барамыз. Жақсы. Келесі. Алты кім? Жәлел. Оқи ғой. Саған қандай сөздер түсті Жәмилә? Әке, ана, бауыр, ыстығым. Оқи ғой. Әке, қандай, әке, ана, қандай, ана, көкте, ана, бауыр, қандай, бауыр, жақсы, бауыр, көкте, Жақсы. Сен сұрақ қою арқылы жауап бердің, иә? Жақсы. 5 кім? Оқиға айыры. Саған қандай сөздер түсті? таза ауа, топырақ, киім. Жақсы. Оқи ғой. Біз теңізге бардық және сол кезде таза ауа, таза топырақ болды. Біз сол киіммен шықтық. Маған кітапхана, оқушылар, қоңырау, сергу деген сөздер түсті. Бірде қоңырау соғып, оқушылар кітапханаға барды. Олар кітап оқып, бір сергіп алды. Жарайса. Осылай болады. Сөйлем деген осылай. Жарайса. Барлығының сұраған сөйлемдерін ана сұрау. Бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз қандай? Мәтін және сөйлем. Сөйлем дегеніміз не? Аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем неден тұрады? Ал сөйлемнің аяғына? Белгісі және тұсау белгісі қойылады. Мәтін мазмұнына ренжеуіне қандай? Мәтіннің несі болады? Мәтінге не қойылады? Жақсы бала, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй жұмысына үшінші жаттығуды аламыз. Және де қазір қосымша карточкалерді таратып беретін боламын. Және де балалар не жаттау? Ережені жазамыз және жаттаймыз. Жақсы балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен мәресіне жетті. Және біз кері байланыс берейік, иә? Бүгінгі сабақ ұнады ма, ұнаған жоқ па, оны экрандағы 3 смайликтің бірін басу арқылы білетін боламыз. Бір шағырайық. Жақсы, отыра қойып. Келесі екінші қатар. Орташа ұнапты. Жақсы. Еркебұланға орташа ұнапты. Үшінші қатар. Өте қатты ұнады. Орташа немесе мүлдем ұнаған жоқ.